8-ші сынып 2-ші нұсқаның есебінің шығару жолын көрсетемін. Яғни трапецияның ауданы берілген. Бізде берілгені трапеция А тең 7 см, Б тең 5 см. Биіктігін табу қажет. Ауданның формуласы А плюс Б бөлінген 2 көбейтілген H. Орнына апарып қоятын болсақ, 36 тең 7 қосылған 5 бөлінген 2 көбейтілген H. Яғни биіктікті табуымыз керек. 36 тең 12-ні 2-ге бөлсек 6 H болады. H-ты табатын болсақ, 36-ны 6-ға бөлсек 6-ға тең. Жауабы 6 сантиметрге тең болды. Келесі берілген ромб. Периметр берілген 56 сантиметр. Диагоналдарының біреуі Д1 24 сантиметрге тең. Екінші диагоналы белгісіз және ауданы белгісіз екен. Біздер білеміз, ромбтың ауданның формуласы 2-ден 1 Д1 көбейтілген Д2. Осы формуланы қолданамыз және периметрдің формуласын қолданамыз. Ромб деп отырғанымыз барлық қабырғасы тең параллелограмм болып саналады. Осыдан периметрдің орнына апарып қойып қабырғасын табуға болады. 4 көбейтілген А тең 56-ны 4-ге бөлетін болсақ 13-ге тең. Қабырғасын таптық. Біз ромбты сызып алуымыз қажет. А, В, С, Д ромб және диагоналдары берілген. Бір диагоналының ұзындығы 24. Қабырғасын таптық 13-ге тең екенін. Және диагоналы, мысалы, мына ұзын диагонал 24 дейтін болсақ, ол 2 бөлікке бөлінеді. 24-ті 2-ге бөлетін болсақ, 12-да 12 болып бөлінеді. Олай болса, бізде Д диагонал 1 немесе ДО тең 24-ге. ВД екен, кешіресіздер. ВД тең 24-ге. Олай болса, ВО 24-ті 2-ге бөлемін, 12-ге тең болды. Сонда бізде ВО 12 сантиметрге тең болды. Енді осыдан біз АВО үшбұрышын қарастыратын болсақ, бұл үшбұрыш бізде тік бұрышты үшбұрыш болып тұр. Осының енді АО қабырғасын табуым керек. АО қабырғасын табу үшін АО-ның квадраты Пифагор теоремасын қолданамыз. Гипотенузаның квадратынан катеттің квадратын азайтамыз. 13-тің квадратынан азайтамыз 12-нің квадраты. 13-тің квадраты 169, одан 12-нің квадраты 144. 169-дан 144-ға азайтатын болсақ, 25-ге тең болады. АО-ның өзі түбір табатын болсақ, 25-тен түбір 5 шығады. Солай болса, АО 5-ге тең екен. Бізге барлық диагонал табу керек болса, сонда АО АЦ-ны табу керек болса, 2 есеге көбейтеміз. Сонда АЦ тең немесе Д2 ол диагонал, Д2 немесе АЦ ол 5 көбейтілген 2 10-ға тең екен. Олай болса, екінші диагоналын таптық. Енді ауданның формуласына қойып, ауданын есептейтін боламыз. 2-ден 1 Д1 белгілі 24 см және келесі 10 см. 24-ке 10-ды көйтсек 240, 240-ты 2-ге бөлетін болсақ 120 сантиметрге тең болады екен. Берілгені бізде параллелограмм, қысқаша жазып кетейік. Ауданы берілген 40 квадрат сантиметрге тең. Табу керек параллелограммның периметрін. Және оның биіктіктері берілген. H1 тең 4 сантиметрге, H2 тең 5 сантиметрге. Периметрін табуымыз қажет. Бізде ауданның формуласы арқылы біз қабырғасын табуымыз қажет. Параллелограммның ауданның формуласы А көбейтілген HA, яғни қабырғасымен соған түсірілген биіктігінің көбейтіндісіне тең. Орнына апарып қойып, А қабырғасын анықтауымызға болады. Яғни S-тің орнына 40-ті қоям, 40 А көбейтілген H1-дің орнына 4-ті қоям. Осыдан А-ны табу алатын болсам, менде 40-ті 4-ге бөлетін болсам 10-ға тең. Дәл осылай Б қабырғасын табу болады. 40 тең болады Б көбейтілген 5, екінші биіктігі В тең 8-ге. Енді барып мен периметрін табамын. Периметрдің формуласы 2 қабырғасының қосындысын 2-ге көбейтіндісіне тең. Олай болса П тең 10
қосылған 8 көбейтілген 2 тең 18 2-ге бөлсем 36-ға тең екен. Сонда жауабы периметрі 36 сантиметрге тең.